Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін өзімнің ең сүйікті салатыма айналған осы салаттың рецебін назарларыңызға ұсынатын боламын. Өте дәмді достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен баклажанның сыртын аршып аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай қатты ірі емес, орташа көлемде осылай барлық баклажандарымызды кесіп шығатын боламыз. Келесі кезекте енді осы баклажанға 1 шай қасық тұздан қосамыз. Одан кейін міндетті түрде жүгері крахмалын саламыз. Бірақ та қыздар, кез келген крахмалды пайдалануға болады. Енді жақсылатып барлығын осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Қатты қызып тұрған табада енді біздің баклажандарымызды қытырлақ болып екі жағы қызарғанша әдемілетіп қуырамыз. Осылай орташа тостағанға жасаған жақсы, сол кезде барлығы әдемі болып, біркелкі болып пісіп шығатын болады. Одан кейін қызарған баклажандарымызды енді салфетканың үстіне салып майын кептіріп алатын боламыз. Қалған енді баклажандарымызды да салып, олардың да барлығын әдемілетіп қуырамыз. Қыздар, егер де видеоны көріп тұрсаңыз, онда ойланбастан осы салатты жасап көріңіз. Көңіліңізден шығатынына сенімдімін, және де бұл салатты кез келген тағаммен ұсынуға болады. Мінекей салатымыз дайын, енді жинап бастаймыз. Бізге салат жапырақтары керек, қатты үлкен қылмаймыз, орташа көлемде осылай қолмен кесіп тастайтын боламыз. Одан кейін манағы қуырылып қойған қытырлақ баклажандарымызды осы салаттың үстінің бетіне әдемілетіп салып шығамыз. Келесі кезекте дәл осылай помидорларымызды, яғни қызанақтарымызды турап үстіне саламыз. Қызанақтың орнына черри қызанағын да пайдалануға болады. Өте әдемі болып көрінеді. Енді біздің салатымыздың дәмін ашатын творожный сырдан саламыз. Творожный сырды жарты шай қасықтан әрбір жеріне осылай видеодағыдай салып шығамыз. Творожный сырдан кейін енді кисло-сладкий соусымызды құямыз. Бұл соусты қыздар кез келген супермаркеттерден сатып алсаңыздар болады. Енді ең соңында кедровый орешкиді үстінен сеуіп шығамыз. Бірақ та кедровый орешки міндетті емес, болмаса қоспасаңыздар да болады. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар.